Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы биылғы жылға алғаш кеңесін өткізді. Күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқыға салып, оңтайлы шешім қабылдауға тырысып бақты. ВИАС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Виталий Чапала кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесіне өз арыз шағымымен келіп отыр. Қаламызда орналасқан Дельфин мәдени сауықтыру кешенін бұзып, жер телімін басқа мақсатта пайдалану туралы шешім қабылданған. По нашему вопросу менің бар сұранарым дұрыс шешімнің қабылдануы, халыққа залал тимейтін болса болғаны. Себебі балалар біздің аквапаркте жақсы демалады. Егер де жерге тимейтін болса, биыл ол жаққа керемет құрылыс жұмыстарын жүргіземіз деп отырмыз. Кәсіпкерлердің шағымында Дельфин аквапаркі облыстағы алғашқы салынған сауықтыру кешені. 2002 жылы қала әкімінің қаулысымен 49 жылға аквапарк салуға жер телімі бөлінген. Аталмыш аквапарктың құрылыс жұмыстары 2004 жылы аяқталып, пайдалануға берілді. Заманауи үлгіде салынған шомылу орнында 3 бассейн, түрлі сырғанақтар бар. Бір етек ақша жұмсалған. Жазғы маусымда 500 мың адамға дейін қабылдай алады. 50-ге жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпкер жолға қойып үлгерген бизнесінің бір сәтте жоқ болатынына налиды. Былтырғы жылы жалпы түскен 160-ға жуық арыз шағымның жартысына берілген жер мәселелері туралы еді. Қазіргі таңда бірінші айдың өзінде көрініп отыр, 26 арыз шағымның 6-ы қайтадан сол жер мәселелері, яғни бұл мәселелер әлі де болса өзінің шешімін толығымен таппағанын көрсетіп отыр. Осы бағытта бізде енді жоспарымызда да бар, прокуратура органдарымен қоғамдық мониторинг жүргізу мәселелері бойынша. 7 жылдан бері дұрыс шешімін таппай жүрген мәселе бүгінде кәсіпкерлер палатасында тағы бір талқыға түсті. Генерал Молдияр Оразалиевтің төрағалығымен өткен жиын көптеген өзекті мәселелердің басын ашты. Ал төрелік іздеп келгендер мәселесінің оң шешілетініне сенімді. Маржан Жорабай, Әлем Әлік, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.